Зейнетақыны қайта есептеп мөлшерін арттыруға болады. Сіз бұл туралы білесіз бе? Зейнетақыны қалай көбейтіп алуға болады? Мұның заңды жолы қандай? Тақырып қызықтырса, видеоны толық қарап шығыңыз, және де арнама жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Заңгерлердің айтуынша, көптеген азамат еңбек өтілін дәлелдей алмағандықтан мардымсыз зейнетақы алып жүр. Алайда, оны қайта санатып, көбейтіп алу әбден мүмкін. Ол үшін не істеу керек және қандай жағдайда зейнетақыны еселеп алуға болады? Өскемен қаласының тұрғыны Кәрікбос Қайролдаұлының зейнетке шыққанына жарты жыл болған. Зейнеткердің айтуынша, ол 90-шы жылдары бір мекемеде 6 жылға жуық жұмыс істеген. Зейнет жасына жеткенде сол еңбегін дәлелдейтін құжаты дұрыс болмай шығыпты. Сөйтіп, бастапқыда зейнетақысы мардымсыз болған. Алайда 3 ай сергелденге салынып, оны 2 есеге көбейтіп алыпты. Заңгерге 2023 жылдың шілде айында келдім. Расчет жасап, документтерді тексеріп, архивке запрос жібердім. Бірақ мен Ақбұлақ ауылында, Ақбұлақ деген кооперативте 5 жыл бойы жұмыс істегенмін. 5 жыл 8 ай. Сот арқылы шешу керек деп 3 ай сотта болдық. 2 есе көбейтілді дейді зейнеткер Қуаныш Карипов. Осы бағытта қызмет көрсететін заңгер Меруерт Әдепқызының айтуынша, елімізде бейнетінің зейнетін көре алмай жүрген қариялар өте көп. Өйткені көбінің белгілі бір кезеңде жұмыс істегенін растайтын құжаттары жоғалған немесе кітапшаларында қателіктер бар. Сондықтан еңбек өтілдері дұрыс көрсетілмейді. Сәйкесінше зейнетақы да аз шығады. Алайда қайта есептетіп, ынтымақтық және базалық зейнетақы мөлшерін өсіруге болады дейді заңгер. Ондай жағдай өте көп. Себебі кейбіреулері ойлайды: менде трудовая книжкалары жоғалған адамдар бар, немесе военный билеті жоғалған адамдар да бар. Барлық ойлайды: менде трудовая книжкамда стаж көп, мен максималды пенсия аламын деп. Ол қателік. Себебі архивтік құжаттар болмай қалуы мүмкін. Сол үшін ертерек дайындалу керек. Архивтік справканы ерте алып қою керек, дейді заңгер Меруерт Әдепқызы. Еңбек министрлігінің дерегінше, мұндай жағдайлар расымен болып тұрады. Зейнетақыны қайта есептету үшін еңбек кітапшасын, ал онда мәлімет болмаған жағдайда мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттардың анықтамалары мен соттың шешімін жауапты органға тапсыру керек. Негізі ол енді жаңағы государственный корпорация дейміз ғой, сол жерге барып өзі жүктейді, арызын беріп, сол жерден қайтадан есептеп береді. Негізі анықтаманы сіз 1414 телефон арқылы ала аласыз, және де жаңағы госкорпорацияда деп отырмыз, сол жерде, дейді Светлана Жақыпова. Бірақ бұл кез келген зейнетақыны қайта есептеп көбейтуге болады деген сөз емес. Ол зейнетке шығарда тапсырылатын құжаттардың бірінде кілтипан болған жағдайда ғана қарастырылады. Айта кетейік, жыл басынан бері ынтымақты зейнетақы көлемі азаматтың жасына және еңбек сіңірген жылдарына қарай 9%-ға, базалық түрі 7%-ға өскен.